Эй, бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо, және достар, менің выживаниям 3-ші бөліміне қош келдіңдер достар. Так, достар, мен көп жалып кеттім, достар, мені выживать ететін екінші каналда мен шығармай кеттім, достар, бір ай бойы. Енді достар, мен қазір енді выживанияма көшейін, выживать етемін. Қазір енді менің сүйікті менің выживаниям, жақсы көретін нем ғой достар. Негізі мен выживать еткенді қатты жақсы көремін. Сіздер жақсы көресіздер ме достар? Міндетті түрде лайктарыңды басыңыздар. Так, достар, енді мен бізде не өзгеріс болды достар, мен бір ай бойы мен осы арнаға видео салмай кеттім, выживаниядан. Енді достар, мен жаңа карта өзгерттім. Өткен достар, так, короче, мына жерде мен үй салып қойдым, басқа алдында выживание үйім басқа тұғын, шахтам да басқа тұғын. Әзірге достар, мен жоғалып кеткен кезде достар, мен бүткіл картаны удалить етіп тастадым достар, жойып тастадым. Өйткені менің компьютерім қатып кеткен болатын, сондықтан бүткіл программа болсын. Ойбай, ё-моё, шошып кеттім ғой достар. Алдымыздан крипер қалай пайда болды, түсінбей қалдым ғой достар. Ё-моё, жарып кетті достар. Ё-моё, не болып кетті мына видеода, құртып мына криперді. Так, достар, енді мен қазір тамағым жеп алайын достар, тамақтанып алайық. Және достар, енді жаңа мирді аштым, және үйді салып қойдым, және шахтаны жасап қойдым достар. Және де қазір достар, мен сіздерге бірдеңе салып қойған болатым, сіздерге қазір көрсетемін. Қазір мына тамағымды жеп қойын, тамақ ойбой, жаймен желінеткен ба сондай. Короче, мына жерде уголь жоқ бізде, уголь жоқ, тамақ пісіретін. Енді достар, кішігірім үй жасап қойдым. Кейін достар, выживать еткен кезде мен кейін үлкен үй салатын болам достар, Мына жерде мен шахтаны жасап қойдым ары қарай, ана жаққа дейін, осы жерге қасып бастағам. Және достар, мына жерде броняны қақтан алды десеңіздер, мен басқа анау пещерадан теріп келген болатымын достар. Железо тердім, уголь тердім, уголь тосылып қалған достар, Угольдің барлығын құртып тастадым, ағаш, мына жерде ағаштың өзі қалмай қапты достар. Так, енді достар, мен қазір мына көлден достар, мен өзімнің рыбалканы жасадым достар. Рыбалка бұл достар, сіздер білесіздер, балық аулау орнын жасап қойдым достар, балық аулау орнын жасап қойдым. Мына жерде балықтар жүреді, осы жерде аулайсың, короче, сондай бір күшті мынандай жасап қойдым, шама кішігірім көпір жасап қойдым. Ары қарай жасайтын көпір жасамадым, өйткені қайықпен бара саламын достар, Мына жерде менің қайығым достар, кішігірім қайық десем де болады, немесе кеме. Мынау қайық достар, мынау кеме, кішігірім кеме десем болады. Және достар, біз қазір осыған отырып аламыз. Отырып алып достар, судан түсеміз. Түстік. Және де мынандай рыбалкамды қалай салғамды көрсетемін. Бұл рыбалканы достар, мен осы видеодан тыс салып алған болатын достар. Короче, мен бұны примерно достар 20 минутта салып тастам. Өйткені бүткіл заттарды теріп алып, керекті заттарын жасап алып жасаған болатын. Мына жерде сундукты қоямын. Осы жерде рыбалкамен достар, Короче, мына жерде достар, осы кемеде балық аулап немесе басқа жаққа барып қайтуға болады. Бірақ бұны енді механизмін жасау керек достар. Механизм ретінде жасасақ, бұл қайық орнынан жылжитын болады достар. Мына жерде жатып алып ұйықтауға болады осы жерде. Достар, мен мына жерде енді 1-2 күнде балық аулаймын, және де керекті заттар аламын, кітап, анау-мынау заттар шығады осы көлден. Және достар, так, енді мына жерде бочка жасап қойдық. Мына жерде бочка су, немесе балықтар, сондай кептіріліп балықтарды салатын боламыз осы жерге, керекті заттарымызды. Мына жерде сундук, мына жерде пеш, анау-мынау верстак жасап қойдық. Мына жерде енді достар, так, мен суға түсейінші достар, суға түсіп, мына жерден достар бір механизм жасау керек. Мынандай осы кеме бар ғой достар, осы кеме қозғалу үшін осындай бір механизм жасап алу керек. Бұл механизм жасай алатын көрермендерім болса достар, комментарий жазып кетіңіздер достар. Комментарий жазыңыздар, қалай жасау керегін барлығын сіздердің комментарий жазғандарыңызды оқитын боламын. Так, енді мына жерде балықта өте көп, бірақ мен қармақ жасамаппын достар, ең басты нәрсе ол қармақ. Бірақ суда жүзіп достар, өлтіруге бола ма бұларды? Аппана, өлтіруге болады екен достар, Бірақ бізде достар, балық негізі қармақпен аулаған дұрыс сияқты, өйткені жүзіп өзіміздің қарнымызды ашыртып аламыз достар, Енді достар, мен осындай рыбалка салдым. Сіздерге ұнады ма? Міндетті түрде лайктарыңды басыңыздар. Және достар, бұл рыбалканы достар, кемені және де осы сатыны мен достар басқа бір ютуберден қарап алдым. Өтірік айтпай қойын достар, Осы бір күшті бір
осындай киіммен және де осындай балық аулайтын орын жасап қояйын деп бір күшті нәрсе бір ютуберден қарап алдым, ұнап қалды, сондықтан соны жасап алдым достар. Так, енді достар, бізде кейін не өзгеріс болады достар? Бізде не өзгеріс? Мен осы 4-ші бөлімде достар, мен ауыл тапқым келіп отыр достар. Ауыл тауып алып достар, білмеймін достар, ауыл тауып алып мен бір қызық бірдеңе заттар алғым келіпті достар. Және де сол жақта тұрам ба или тұрмайын ба, соны немесе білмеймін достар, не істесем болады достар. 4-ші бөлімде не салсам болады, немесе ауылға барайын ба, соны міндетті түрде жазып кетіңіздер, лайктарды басып кетіңіздер. Енді достар, біз қазір кирка анау заттар бар ма ішінде? Кирка анау заттар жоқ достар. Бірақ достар, бізде палка бар екен достар, және де қазір ағаш теретін боламыз. Әзірге рыбалканы салып көрсеттім. Енді достар, енді қазір өзімізге кирка анау заттар жасап алатын боламыз. Жерде ағаштар өте көп. Сындырып қазай берсек болады бұларды. Өйткені ағаш деген көп достар. Мен жүріп қайттым, ар жақта былай көріп қайттым. Уже достар түн батып қалды достар, күн батып жатыр дегенім. Уже түн болып жатыр достар. Қазір бізде зомбилер, крипер дегендер көбейіп кетеді достар. Өйткені бұл мирада өте қиынға қойып қойдым достар, Мына жақта енді қазір пайда болу керек достар. Қазір пайда болғанша достар, біз өзімізге ағаштан дуб жасап алайық. Дуб қайда? Осы ағаштан бірінші дуб жасап аламыз. Және кітапты қолданамыз да біз өзімізге кирка жасаймыз. Және де кирка ғана жасай салайық. Өйткені басқа тас жетпейді, сондықтан біз шахтаға қазатын боламыз. Және достар, кейін алмаз тауып отсам, алмазды тапқанымды көрсететін боламын достар, Сондықтан достар, міндетті түрде осы арнадан алыстамаңыздар. Және достар, 200 көрермен санына жеттік. Сіздерге үлкен рахмет. Бұйырса выживать етіп, көп көрермендеріміз болса, қызықты көрермендермен бірге выживать ететін боламын, бірге стрим жасайтын боламын осы арнада. Сондықтан достар, бірге болыңыздар. Кейбір достарыңыз выживание қызғатын болса, шақырыңыздар достар, Бірге выживать етіп, осы арнада қызыққа толы видеоларды көретін боласыздар. Так, біз қазір киркамызды сынғанша, достар, қазай беретін боламыз. Және достар, не салсам болады, соны комментар жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Мен игнор етпеймін достар. Бір жаймен де қарап аламын да, ұнаған постройканы салатын боламын достар, жерде киркамен. Так, астына енді бір пещера тауып алсақ өте керемет болатын еді достар, Және достар, менің ойнап жатқан версиям, ол так достар, версиям не жазылмайды, Менің версиям 1.18.2 Optifine достар, Және достар, қалай ПК-ға, қалай Minecraft жазу керегін үйренгілеріңіз келсе, осы арнада шығатын болады. Если қалай менімен бірге ойнағыларын келсе, соны қазір барлығын кейінгі видеоларда көрсететін боламын достар, Так, қазір біз өзімізге тастарды жинап аламыз. Бұл тастар қазір керек болады өзімізге қазір құрал саймандар жинау үшін. Мысалы, кирка, қылыш, балта, сондай күрек, сондай заттар жинау керек. Уже қазір бізде түн батып қалды достар, Қазір түн батып қалды. Так, қазір түн батқан кезде достар, Так, уже достар, қандаш, уже қап қараңғы болып кетті. Полный десек болды, полный қараңғы. Енді қазір зомби скелет. Өрмекші. Так, жәйменеп шығып жатыр. Мен достар, мен бірден түнде жүрмеуім керек. Мына жерде қараңдаш. Қазір мен бронямды сындырып тастайды бар. Зомби. Келе қойныш, давай, менде балтама. Так, бұларды өлтіріп көрейікші достар. Атып бастап жатыр. Мәсіған, так, балтамен өлтіре аламыз. Балтамен өлтірдік әдемі. Так, неше удар? 3 удар жасасақ қана өледі екен бұлар. Так, зомби келе ғой. Алмай кездескендерін барлығын өлтіреміз. Ойбай, ана екеу кетті ғой достар. Жаным азайып кетті. Так, қайта салайыншы. Ар жақтан криперге жатыр. Достар, қайтамыз. Біз ана үйге қонатын боламыз достар, кемеге қонатын боламыз. Так, суға секіріп кетейін. Қайығым мына жерге тастап кетіппін достар. Мына жерде сатымен оппана деп жауып қоямыз. Достар, мына жерде зомбилер барлық келе жатыр. Ұйықтай аламыз ба? Достар, ұйықтай алмаймыз. Прикиньте, мына зомбиді өлтіру керек бізге, Так, тамағымыз жеп алайықшы достар. Тамақты жеп алайық. Шикі болса да.
Так. Бізге тағы нан бар екен достар. Нанды да жеп алайық. Так, келе ғой зомби. Не, маға тисін кеп тұр ма? Тисе алмай тұрсың ба? Тисе алмай тұрсың ба? Ойбай, я дейді ғой, қарныш. Я тисе алмай тұрмын дейді, короче. Үндемей. Қазір бұны сұлатамыз. Келе ғой, пацаншик. Опана жүйді. Ойба, өлмекшіде қалыс қалмайды, мына жүйді. Өлтіріп тастаймыз. Болды. Короче, енді ұйықтай аламыз ба? Так. Бұлай барықшы, бұлай. Мына жүйдегі. Опана, дұпқа мініп аламыз да. Қайтынан орнымызға келеміз де, ұйықтап алайықшы. Ойбай, судың астында зомбилер бар екен ғой. Ё-майо, достар. Жоғарға көтеріп кетейік. Опана. Енді ұйықтай аламыз ба? Достар, ұйықтай алмаймыз, достар. Ё-майо. Онда мен, достар, осы короче, таң атқанша мен осылай жүретін боламын. Сондықтан достар, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Кейінгі видеода не салсам болады, соны жазып кетіңіздер. Мен соны салуым мүмкін. Сіздердің комментарийлеріңізді оқитын боламын. Әзірге мен осылай қоштасамын. Сіздерге осы рыбалка ұнаса, кейін салғанымда, осындай орын салған ұнаса, лайктарыңды басып кетіңіздер. Және тіркелмен көрермендерім отырса, давайте тіркеліп қойыңыздар. Ал сіздерге әзірге қоштасамын. Кейінгі видеода күтіңіздер. Міндетті түрде ертең жаңа видео шығатын болады. 4-ші выживание. Сондықтан достар, күтіңіздер, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал енді не деймін достар, сіздермен болған мен Данчо. Давайте амандықта жүздескенше. Ё-майо, нақты зомбилер мені күтіп тұр ғой. Ё-майо.